беру өнері. Сұхбаттың негізгі бөлігінде басты идея бар. Идея сұхбат барысында ашылады. Сұхбаттасушы мен сұхбат берушінің алдында өте маңызды міндет оқырманды жалықтырып алмай, назарын аударып, нақты дәйектермен ой сала білу керек. Риториканы зерттеуші ғалымдар идеяны дәйекті түрде ұсынудың 6 әдісін жиі келтіреді. Ол индуктивті әдіс, дедуктивті әдіс, аналогия әдісі, концентрлік әдіс, қадам жасау әдісі, тарихи әдіс. Бұл әдістер шешеннің сөз саптау шеберлігін ғана емес, оның көшбасшылық тұлғасын анық байқатады. Осы әдістерді Қазақстан Республикасының жоғары мектебінің ұйымдастырушысы, профессор, Еуразия гуманитарлық институтын қалыптастырушы Амангелді Құсайыновтың қайсы бір сұхбатын алып оқысақ та кездестіре аламыз. Мәселен, индуктивті әдіс. Бұл әдіс арқылы сұхбат беруші ойын жекеден жалпыға ұсынады. Спикер сөйлеуді ерекше жағдайдан бастайды, бірте-бірте тыңдаушыларды қорытындыға келеді. Бұл әдіс Құсайынов жоғары аттестациялық комитетінің төрағасы болып тұрған кезде филология ғылымдарының докторы, академик Хамзабекұлына берген сұхбатында көрінеді. Амангелді Құсайыновтан сол кезде жаңадан көтеріліп келе жатқан PhD философия дәрежесін жүйеге енгізу мәселесіне қалай қарайтынын сұрағанда, сабақты ине сәтімен дегендей, бұл істі біздің елімізде жақсы дамыған физика, микробиология, геология салалары бойынша бастаған дұрыс шығар деп, бірден барлық мамандықтар бойынша емес, асықпай, жеке-жеке ғылымда сынап көру керек екенін тұспалдайды. Шынында да қолдаймын, енгізу керек деп бірден жөпілдетпей, ой салып, нақты ұсыныс беруі істің жөнін білетін басшылық болмысын анық байқатып тұр. Айтсам тілім күйеді, айтпасам жаным күйеді дей отырып, білім мен ғылым саласындағы асығыс жасалған реформаларды да осы сұхбатында сынайды. Шоқымай қарған, оқымай молда болған 12 жылдық мектеп реформаларының қисынсыз әрекеті әлем тоқтатылғанын айтып, ел қаражатын талан-таражға салғандар еш жазасын алмай-ақ жұмыстан кетті деп батыл айтады. Осы арада айтар ойын дәйекпен келтіруде қолданылатын аналогия әдісін де кездестіреміз. Әртүрлі құбылыстарды, оқиғаларды, фактілерді салыстыра отырып ұсыныс беруі оқырманды материалды жақсы түсінуіне ықпал етеді, негізгі идеяларды қабылдауға көмектеседі. Мәселен, келесі бір сұхбатында бастауыш мектеп жөнінде пікірін айта отырып, нақты деректер келтіреді. Дамыған алдыңғы қатарлы елдердегі бастауыш мектептердегі оқытудың жүйесін сынға ала отырып, Жапонияда 6 жыл бойы бастауыш мектепте бірде-бір шет тілі оқылмайды. Сөйтсе де шет тілін меңгеруден қалып бара жатқан тағы да жапондықтар жоқ. Бастауыш мектебінің алғашқы 2 жылындағы тәлім-тәрбие жұмыстары балалардың жас ерекшеліктеріне қарай ұйымдастырылады деп, балалардың дені сау, оқудағы қадамы жемісті болу үшін әлем елдерінің басым көпшілігі қолданып отырған 5-6 жылдық бастауыш мектеп моделін құруды ұсынады. Яғни, ұлттың тілі мен ділін сақтау үшін бастауыш мектепте ана тілінде басымдық беріп, бөгде тілдерді мектептің орта буыннан бастап оқыту жемісті болатынына нақты дәлелдер келтіреді. Спикер сөйлеуді ерекше жағдайдан бастайды. Кез келген мәселеде нақты дәлел мен дәйек келтіре отырып, оқырманға ой тастайды. Амангелді Құсайыновтың берген сұхбаттарының ішінде тарихи әдіс те кездеседі. Әрине, мамандығы тарихшы екендігі бірден байқалып тұрады. Себебі әр сұхбатында нақты тарихи деректер келтіре отырып, хронологиялық реттілікті де сақтайды. Мәселен, Сауытбек Әбдірахмановқа берген Абылай асуы атты сұхбатында қазақ даласындағы Абылай хан кезеңін нақты деректермен сипаттап береді. Тіпті болашақ ханның тектілігіне де назар аудартады. Бала күннен ақ Абылайдың апта бойы ас татпай кетсе де, таза жуылмаған ыдысқа жуылмайтынын, басқалардан алдына келген дәмге бірден бас салмайтыны, тапқан таянған жанындағы серіктеріне таратып беретіні, қысқасы қадам басқан сайын танылып тұратын тектілігі көлденең көзді таң қалдырады екен деп сұхбат стилін ауырлатып алмай, тәлім-тәрбиелік мәні бар қызықты деректер де келтіреді. Халықтың әр буынның алдында Абылай асуы тұратын сияқты, әр буын сол буыннан асқан сайын Абылай жаңа ұрпаққа жаңа асуын дайындап тұрмақ деп тұжырымдайды. Аталған сұхбат Абылай хан тұлғасын жете меңгеруде тарихи маңызы зор деуге болады. Римдіктер сөз зергерлерін 4 топқа жүйелеген. Олар шешендер, философтар, ақындар,
тарихшылар. Бұл тұрғыдан келгенде Құсайыновты тарихшы ретінде де сөз зергері қатарына қоса аламыз. Сұхбат берудегі тағы бір ерекшелігі, сұрақ қойышқа жауап беру барысында байсалды түрде әзіл элементтерінде енгізіп отырады. 1998 жылы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне ректор болып тұрған кездегі журналист Марат Дәдікбайға берген сұхбатында журналистің соңғы кезде сіздің университеттің ректорлығынан кететініңіз жөнінде дақпырт көбейіп кетті. Мұның анық қанығы қайсы деген сұрағына, ондай әңгімені мен күнде естимін. Ректор болып туған жоқпын. Егер орныма лайықты адам келуге тиісті деп жоғарыдағылар шешсе, мен не айта аламын? Өз басым Еуразия университеті үшін адал қызмет істеуге дайынмын. Тек қана географиям келгенімен, географиям келмей тұрдың кебі болмаса деп күлді дейді. Әзілмен айтса да, бір ғана мысалмен кадр мәселесінде жиі байқалатын бұра тарту сияқты олқылықты түйдей кетеді. Ал оқулықтардағы олқылықтар жөніндегі сауалға жауап беру барысында өзіндік көзқарасын айта келе, тарих пәнінің оқулықтарына қатысты келгенде жиен қолға шықпайды үнемдеп түсінген адамға астарлы әзілмен көп мәселені аңғартады. Профессор Негимовтың шешендердің жүйрік ой толғауы тыңдаушылардың талғамына тәуелді. Ол алдымен не айтатынын, қай жерде айтатынын, қалай айтатынын жете түсінуге тиісті деген тұжырымына сүйенетін болсақ, Құсайыновтың да бойынан осы қасиетті анық байқауға болады. Мен сөйлер сөзімді, айтар ойымды, кірмей тұрып шығар есігімді ойлайтын адаммын деуінен сөздің ретін білетін, тұтқиылдан келген сөзге байыпты жауап табатынын, ситуациядан сыр алдырмай шығатын шеберлігінің сыры деп түсінеміз. Орыстың ұлы сыншысы Белинский риториканың мазмұны мен міндеттері деген мақаласында шешеннің тұлғасына тоқталады. Ол шаршы топты өрнекті ойлармен иландырады, сөзінің оттылығымен, жарқылымен, күшімен, көріктілігімен баурап алады деген екен. Демек Құсайыновтың сұхбаттары оқырманның эмоционалды күйіне әсер ете алады. Жауап берудегі тағы бір ерекшелігі айтар ойын міндетті түрде нақыл сөздермен, мақал мәтелдермен сабақтастырады. Тіпті өзі де қиыннан қиыстырып, мақал мәтелдер құрастырып та шығарады. Сұхбаттарындағы нақылдарға тоқталсақ, ұша білген қанатқа дүние кең. Ең басты байлық қайырымдылықта. Руы жақын емес, рухы жақындармен дұрыс қарым-қатынас жасау, адамгершілікті дұрыс бағалау, кісілік өлшемі. Суалмайтын суат, таусылмайтын бұлақ жоқ. Пайда ойлама, ар ойла. Ащы мен тұщыны татқан біледі. Амангелді Құсайыновтан жиі сұхбат алған Қамзабекұлы, оның сұхбат беріп, мақала жазғанда ескі мақал мәтелді түйдек-түйдекмен қолданатындығын басты ерекшеліктерінің бірі деп көрсеткен. Біздің де көз жеткізгеніміз Құсайынов қолданған нақыл сөздер сұхбаттың мазмұнын жандандыратындығы. Спикер сөйлеуде қандай әдісті қолданса да, оның сөзі дәлелді, пайымдаулары мен қағидалары сенімді шығатыны анық. Шешендік туа біткен қасиет, шешендік қанмен келеді деген тұжырымдар да бар екені рас. Амангелді Құсайыновтың сөз сөйлеудегі тапқырлығының ой орамнан шыққан түйдек-түйдек тіркестерді беруі, яғни ораторлық қасиеті атақты ақын Иса Байзақовтың туысы болуынан да шығар. Белгілі ақын Қалижан Бекхожин Иса Байзақов алуан жиындарда, талай айтыстарда алдына жан салмаған ділмар ақындарды тапқырлықпен тұқыртқан, от ауызды орақ тісті дарын деп ораторлық өнерін жоғары бағалаған екен. Демек, Амангелді Құсайыновтың бойындағы ораторлық өнер тектіліктің сарыны болса керек. Көне Эллада мен Рим елінде Демосфен, Цицерон сынды даңқты шешендердің тағдыры мемлекет тағдырымен төркіндес болғаны аян. Олар мемлекеттің көркеюіне, мәңгілік тұғырына жарқырап көтерілуіне, жақсылыққа, бақытқа, жарқын заманға ұмтылуына зор үлес қосты деп айтылса, отандық ғылым мен білімді дамытуда Амангелді Құсайынов сияқты ардагер басшыларымыздың қаруы қамал алатын сөз болғаны анық. Себебі кез келген мәселені шешу үшін кейде батыл айтар, тауып айтар, батырып айтар, кейде сыпайы айту, кейде тігісін жатқызып айтуға тура келеді. Демек, мінез бен сөз үйлесімдік тапса ғана басшының ораторлық болмысын айқындап беретіні рас. Бір сұхбатында денсаулық, тарихи таным, имандылық, адамның бойында осы үшеуі түгел болса, ғылым мен білім, адал еңбек, әділеттілік, ар-ұят, рақымдылық та сонда болады. Қоғамдық сана осылардың негізінде қалыптасады деп ой сананы қалыптастырудың тетігін де көрсетіп береді.
Ендеше яги студенттеріне Құсайынов болмысын танытатын нақыл сөздерін ұғындыруда осындай Құсайынов оқуларының маңызы зор екені анық. Сөзімді Құсайыновтың жиі айтатын сөз тіркесімен тұжырымдайын. Ой қалғамасын, сана мүлгімесін.